Ассалаумағалейкум. Кеш жарық, бүгін желтоқсанның 29-ы тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Онымен сіздерді Әсел Ақбарова және Құрманбек Жұмағали таныстырады. Бүгін көретіндеріңіз. Парламент депутаттары президенттің өкілеттігін ұзарту мәселесіне орай референдум өткізу туралы елбасының атына үндеу жолдады. Шымкентте бір мезгілде 500 азаматты қабылдай алатын заманауи үлгіде салынған типтік емхана пайдалануға берілді. ақш-тың солтүстік шығысындағы қарлы бораннан кейін бір ғана Нью-Йорктың өзінде 7 мыңға жуық рейс кейінге қалдырылды. Ал Атырау өңіріне қыс әлі түсе қойған жоқ. Жаңа жылды аймақ тұрғындары қарсыз қарсы алуы да мүмкін. Лондонда қазақстандық жас режиссер Фархат Шәріповтің «Қызғылт қоян» туралы аңыз фильмінің тұсауы кесілді. Бүгін парламент депутаттары ел тұрғындарының президенттің өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту бастамасына орай республикалық референдум тағайындау туралы мемлекет басшысының атына үндеу жолдады. Қос палата өкілдері бүкіл Қазақстан халқы сияқты елдің жарқын болашағы тек Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен байланыстыратындарын айтты. Мәжілістің биылғы жылдағы соңғы жалпы отырысының күн тәртібіне ел үшін аса маңызды мәселе шығарылды. Оған парламенттің қос палатасының бір топ депутаты мұрындық болды. Қазақстан Республикасының парламенті Қазақстан Республикасы Конституциясының 24 бабы 2 тармағының 3 тармақшасын басшылыққа ала отырып, Қазақстанды құру мен нығайту ісіне баға жетпес үлес қосқан, отанымызды прогресс пен гүлдену жолымен батыл алға бастап келе жатқан тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы әрі оны құрушы ретінде сізге, Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне, елбасына республикалық референдум тағайындау бастамашылығымен үндеу жолдайды және оған сіз республикалық референдумда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың президенттік өкілеттіктерін ұзарту мүмкіндігін көздейтін Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгеріс енгізу туралы заңды қабылдайсыз ба деген мәселені шығаруды өтінеді. Парламент депутаттары бүкіл қазақстандықтар сияқты елдің жарқын болашағын елбасының есімімен байланыстыратындарын айтады. Ғасырлар бойы арман болып келген тәуелсіздікке бір оқатпай, қан төкпей жеткеніміз, Қазақстанда тұратын 140-дай этнос өкілдерін қазақтың қасиетті берекелі шаңырағының астында ынтымақ пен бірлікте топтасуы, мемлекет құруда еуропалық стандарттарға сай келіп, оның төріне шығуымыз, әлем саясаткерлері Қазақстан триумфы деп атаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті, тағы басқа жетістіктеріміз тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сарабдал саясатының көрегенділігінің даналығының арқасында болды. Шетелдік инвестициялар мен ішкі даму қорларын ұлғайта отырып, ашық нарықтық экономикаға негізделген үдемелі қарқынды экономиканы өрістетті. Облысының Астана саммит арқылы әлем Қазақстанды саяси зерделі ел ретінде таныды. Біз ел президентінің осынау тарихи тағдырлы жеңістерін зоралық сезіммен жоғары бағалаймыз және мақтан етеміз. Заманымыздың ұлы қайраткер ретінде Қазақстанды әлем төріне шығарғаны үшін, туған халқының дана перзенті ретінде ата жұртымыздың бағын жандырғаны үшін, әсемді айванды астана мен салтанатымызды асырған үшін мыңда бір рахмет айтамыз. Біз бірінші президентіміз ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту жөніндегі бастаманы қызу қуаттаймыз. Алдымызда өте күрделі 10 жылдық тұр. Осы мерзімде біздер әлеуметтік экономикалық саланы барынша жарақтандырып, жоғары деңгейге, әлем елдерінің деңгейіне жеткізуіміз керек. Бұл ағайындар жарыс, бұл бәсеке. Оны жеңу үшін осы ұлы іске тәжірибесі мол, барынша шыңдалған қайраткер басшы керек. Ол Нұрсұлтан Назарбаев. Нұрсұлтан Назарбаев баянды тәуелсіздігіміздің бүгінгі табыстарымыз бен ертеңгі заңғар жеңістеріміздің кепілі. Қазақстан және Назарбаев егіз ұғым. Қазақстандықтардың өзінің бүгінін де ертеңі де елбасымен бірге тығыз байланыстырады. Ұлт көшбасшысы, халық, мемлекет, қоғам алдындағы парызын табандылықпен және адалдықпен атқарып келеді. Қазіргі президенттен басқа елді басқаруға лайық саяси тұлға жоқ дейді депутаттар. Сондықтан да олар бүкіл Қазақстан халқы сияқты алдағы уақытта да ел тізгіні Нұрсұлтан Назарбаевтың қолында болуы тиіс деп есептейді. Ал референдум қаражат қана емес, уақытты да үнемдеп, ауқымды жұмыстарды еш кідіріссіз жалғастыра беруге жол ашады. Салтанат Даниярова, Рүстем Рүстемов, хабар.
Биыл Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінің 15 жылдығы. Осыған орай бүгін Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылау, жай-күй және болашағы деген атпен халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Жиынға премьер-министр Кәрім Мәсімов, мемлекеттік хатшы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев, бірқатар мемлекеттік органдардың басшылары, құқық қорғау және өзге де үкіметтік ұйымдардың өкілдері және шетелдік заңгер ғалымдар қатысты. Баяндамашылар конференция барысында құқықтық жүйені нығайту мен конституциялық заңдылықты дамытудағы конституциялық кеңестің ерекше рөлін атап өтті. Аталмыш 15 жылдың ішінде 180-нен астам өтінішті қарастырып, оларға қатысты 140-тан аса нормативтік қаулы қабылдаған. Можно с уверенностью сказать. Конституциялық бақылаудың қазақстандық моделі өзін-өзі толықтай ақтады деп сеніммен айтуға болады. Конституциялық кеңес мемлекеттік механизм мен елдің құқық қорғау жүйесінде лайықты орынға ие болды. Конференцияда шығыс қазақстандықтардың Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту туралы бастамасы да талқыланды. Оған қатысты сөз алғандар бұл бастамаға қолдау көрсетті. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы бастауыш партия ұйымдарының есептік сайлау жиынында Қарағанды кеншілері елбасы өкілеттілігін ұзарту жөніндегі бастамашыл топтың ұсынысын бірауыздан қолдады. Костенко атындағы шахта ұжымы жақында 2 миллион тонна көмір өндіріп, жылдық жоспарды мерзімінен бұрын орындап шықты. Бүгінде мұнда 2000-ға тарта адам еңбек етеді. Шахта басшыларының айтуынша, соңғы 10 шақты жыл ішінде кеніштегі қондырғылар толық жаңартылып, еңбек қауіпсіздігі нығайтылған. Жалақы да тұрақты беріліп келеді. Бұл әрине біріншіден елбасы жүргізіп отырған сындарлы саясаттың жемісі. Сондықтан президенттің әлі де болса мемлекет тізгінін ұстап, елді жеңістерге жетелеуін қолдаймыз деді еңбек майталмандары. Елбасымыздың 2030 жылғы стратегиясына сәйкес мемлекетіміз алдыңғы 10 жылда өзінің даму қадамына алға басты, және де ол кісінің реформаларымен халыққа жолдауында және 2020 жылғы стратегиясымен 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі индустриялық инновациялық мемлекеттік бағдарламасында осы көрсеткіштің бәрі орын тапқан. Осының бәрін ескере отырып, шахтерлер қауымы әрқашан еліміздің тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өкілеттілігін 2020 жылға дейін созу туралы республикалық референдумды өткізуді қолдайды және шахтерлер қауымды әрқашан елбасымыздың сенімді серігі болып қала бермек. Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі ұсынысты Теміртаудағы металлургиялық комбинат ұжымы да қызу қолдап отыр. Металлургтер Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан бергі жеткен жетістігін тікелей елбасының еңбегімен ұштастырады. Елімізде жүргізіліп жатқан даму бағдарламаларын президент соңына дейін жеткізуі тиіс дейді жұмысшылар. Біз, металлургтер, мемлекет басшысының өкілеттігін ұзарту бастамасын бірауыздан қолдаймыз. Себебі елбасы еңбек жолын осы комбинатта бастады. Оны біз әрқашан мақтан тұтамыз. Бүгін Қостанай облысының Рудный қаласындағы Соколов-Сарыбай кен байыту комбинатында жиналған қауымда осындай пікірде. Қазақстанның қол жеткізген жетістіктері елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен тығыз байланысты. Мемлекет басшысының дана саясатының арқасында еліміз күрделі кезеңдерді артқа тастап, өрлеу жолына түсті. Дағдарыс тұсында Соколов-Сарыбай кәсіпорнының да өндірісі тұралап қалған еді. Дер кезінде қолданылған іс-шаралардың нәтижесінде комбинат тығырықтан тез шықты. Әлбетте, мұнда ұлт көшбасшысының өлшеусіз үлесі мен зор еңбегі жатыр. Бүгінгі таңда мемлекетіміздің өрісті өркендеу жолын одан әрі жалғастыру үшін мемлекет басшысының президент болып қала бергені қажет. Сөз сөйлегендердің ой пікірі осы арнада тоғысып жатты. Жиынға қатысқан 10 мыңға жуық адам елбасының өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі ұсынысты қолдап, орталық сайлау комиссиясына үндеу жолдады. Өзіміздің мемлекетімізді өркендетуге барлығы күшін салып атқан біздің бірінші елбасымыз, президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Сондықтан да Назарбаевқа теңдес келетін қазір орысша айтқанда альтернатива дейді. Ондай адам жоқ біздің Қазақстанда, мен оны жақсы білемін. Ол сайлау өткізіп, қаншама қаражат жұмсап, үйтіп жатқанша, онда қазір осы Нұрекең алдына қойған өзінің мақсатын, жоспарын, соны орындауға біз жол беруіміз керек. Кәсіподақтарда бұл референдумды қолдайтындарын жеткізді. Бүгін бұл туралы елордада өткен Кәсіподақтар Федерациясы бас кеңесінің кеңейтілген отырысында мәлім болды. Басқосуға еліміздің әр аймағынан келген кәсіподақ ұйымдарының жетекшілері мен белсенділері қатысып, жалпы халықтық референдум өткізу туралы бастаманы толық қуаттайтындықтарын жеткізді. 2,5 миллионнан астам мүшесі бар Кәсіподақ Одақ Федерациясы еліміздің барлық еңбекшілерін осы бастаманы қолдауға шақырды.
Біздің қоғамдық ұйымдар, біздің халқымыздың атынан елбасының өкілеттігін әрі қарай 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде көп ұсыныстар түсіп жатыр. Елбасы кәсіподақ қозғалысының әрі қарай дамуына өзі жекелей араласып көп көмегін тигізген. Сондықтан бүгін бізде өз пікірімізді президентке білдіруге қарызымызда деп есептейміз. Әрине, Қазақстан кәсіподақтарына бүгінгі таңда ел ішінде жүргізіліп жатқан саясат, осы біздің президентіміздің саясатын қолдай отырып, елімізде жақсы нәтижелі жұмыстар жасалып жатқанын білеміз. Соның бәрі елдің тыныштығы, елдің басындағы достық, ел арасындағы татуластық, еңбекші қауымға көрсетіліп жатқан бүгінгі жағдайлардың бәрі елбасымызбен байланысты деп айта аламыз. Қолдау арқылы біз білімге деген, жастарға деген саясаты біздің елбасының жүргізіп отырған, яғни өзіңіз көріп отырсыз, шетелге қанша балаларды болашақ арқылы жіберіп, мына жастарды ауылды жерлерге баратын жастарға жағдайлар жасап, стипендиялары, пенсиялары, бюджет саласында қызметкерлердің еңбек ақылары біртіндеп өсіп келе жатыр. Мұның өзі білімді мыңды жығады, білікті бірді жығады деген мақалдың орындалуы болып отыр. Алматы қаласы ғылым және білім саласындағы зиялы қауым өкілдері бұл бастаманы қолдайды. Қазақ ұлттық аграрлық университетінде өткен жиынға ұлттық ғылым академиктері, жетекші жоғары оқу орындарының ректорлары мен оқытушы профессорлар құрамы қатысты. Студент жастарды референдумға қолдау білдіріп отыр. Сөз сөйлегендердің арасында ғылыми зерттеу институттары мен ғылыми орталықтардың басшылары да бар. Бүгінгі таңда қазақстандықтар еліміздің жетістіктерін Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен байланыстырады. Президенттің салиқалы саясатының арқасында елімізде бірлік, тұрақтылық бар дейді жиналысқа қатысушылар. Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына көп үлес қосты. Мемлекет басшысының саяси жүйені қалыптастырудағы көрегендігін, батылдығы мен жаңашылдығы Қазақстандағы тұрақтылық пен экономикасын нығайтуды қамтамасыз етті. Бұл мәселенің неге өскеменде басталғаны туралы сұрақ қойып жатыр. Оның себебі Семейдегі ядролық полигонды жапқан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Бұл дүние жүзіндегі ең алғашқы ірі қадам ядролық қарудан адамзатты құтқару жолында, оның зардабынан құтқару жолында. Сондықтан семейліктер, Өскемен қаласының тұрғындары Нұрсұлтан Әбішұлына дән риза. Сондықтан солар бірінші болып осындай елге ұсыныс беріп бастап отыр. Бүгін өзінің қолдауын ғалымдар айтқысы келіп отыр. Бүгін өзінің қолдауын мына білім саласындағы қызмет атқарып жүрген әріптестеріміз және бүгін Алматы қаласындағы мына студенттеріміз, магистрларымыз, PhD докторлары бір ауыздан келіп, осы Алматы қаласындағы жалпы білім мен ғылым саласы бір ауыздан өзінің қолдауын осы бүгінгі жиналыста айтады деп жиналып отырмыз. Бүгін Өскеменде де президент өкілеттігін ұзарту туралы бастаманы қолдауға бағытталған екі шара өтті. Студенттер мен ұлттық мәдени орталықтардың өкілдері Нұрсұлтан Назарбаевтың бағытын қуаттап, референдумда оған қолдау білдіруге дайын. Толығырақ тілші материалында. Қазір Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде президент өкілеттігін ұзартуды қолдау мақсатында 6000 дауыс жиналды. Көптеген оқытушылар мен студенттер ел үшін тер төккен азаматқа дауыс беруді өз парыздары санайды. Қол жеткен табыстарды президент есімімен байланыстырады. Дағдарысты еңсере білген Қазақстан қазір экономикасын модернизациялауда. 2030 бағдарламасында философ Сенеканың ойлары бар. Ол барар жерін білмеген кемеге ешбір жел көмектеспейді деген. Менің пікірімше Нұрсұлтан Назарбаев 90-шы жылдары бастаған бағытты жалғастыруға лайықты. Баршамызға болашағымыздың айқын, болашағымыздың кең ашық болғанын тілейміз. Сол себептен студенттер, мұғалімдер осындай инициативті группаның қолдауын қолдаймыз деп жиналып отыр. Антон Петров хоккеймен кәсіби шұғылданады. Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет басшылығында қалуға міндетті деп есептейді. Қазақстандықтардың спорттағы табыстары мен бұл салаға бөлінген қаржы айтарлықтай.
Антон отандық спортшылардың қысқы Азия ойындарында жақсы өнер көрсетуі тиіс деп есептейді. Нұрсұлтан Әбішұлы спортқа, оның ішінде хоккейге де көңіл бөліп келеді. Қазір Түркияда өтетін универсиада мен қысқы Азия ойындарына дайындалудамыз. Ұлттық мәдени орталық өкілдерінің ұстанымдары да жастармен үндеседі. Табысты тәжірибелерді дамыту үшін